Таңертең ас дайындауға уақытыңыз жоқ па? Онда мына рецепт сізге ұнайды. Бар болғаны 20 минутта дайын болатын, іші жұмсақ, үсті ірімшікті таңғы ас. Мен мұны таңертең асығыс кезде жиі дайындаймын. Қазір бірге жасап көрейік. Бұл таңғы асқа көп өнім де қажет емес. Үйде бар қарапайым заттармен-ақ дайындауға болады. Қажетті өнімдер: 4-5 жұмыртқа. Мен 6 жұмыртқа қостым. Сосын 100-150 грамм ірімшік, 1 дана қызанақ, кішкене жуа, сосын болгар бұрышы тәтті, және де аскөк, және қалауыңызша тұз саласыз. Қаласаңыз үйде бар шұжықты, тауық етін қосуға болады. Алдымен жұмыртқаны ыдысқа жарып аламын. Таңғы асқа жұмыртқа ең ыңғайлы өнімдердің бірі. Тез дайындалады, әрі ұзақ уақыт тоқ жүруге көмектеседі. Енді тұз, бұрыш қосып жақсылап араластырыңыз. Мен бұрыш қосуды ұмытып кетіппін. Жұмыртқаны қатты көпіртудің қажеті жоқ. Бір келгі араласса жеткілікті. Енді аскөгімді де турап, ыдысыма салып, екеуін араластырдым. Енді көкөністерді тураймыз. Мен бүгін кішкене ғана жуа қосып жібердім. Сосын болгар бұрышын турадым. Сосын барып қызанақты турадым. Қызанақты домалақ етіп турадым. Бірақ мұнда нақты бір ғана рецептке байланып қалудың қажеті жоқ. Тоңазытқышта не бар, соны қосып жіберуге болады. Таңғы асқа ең ыңғайлысы да осы. Бір ыдысқа ірімшікті аласыз да үткіштен өткізіп жібересіз. Аласыз да мен кішкене ғана майонез қосып жібердім. Өздеріңіздің қалауларыңыз, қоссаңыздар да қоспасаңыздар да болады. Оны да араластырып жібердім. Енді табамызға аздап май құямыз. Таба қызған соң алдымен көкөністерді аздап қуырып аламын. Қатты қуырудың қажеті жоқ. Сәл жұмсарса жеткілікті. Содан кейін жұмыртқаны құйыңыз. Енді үстінен жұмыртқаны құямыз. Осы жерде отты қатты қоймаймыз, сонда астыңғы жағы күйіп кетпей, іші де жақсы піседі. Енді бағанағы домалақтап тураған қызанағымызды бір шетіне қойып шығамыз. Қызанақтың бетіне ірімшікті молынан себіңіз. Ал енді бұл таңғы астың ең дәмді бөлігі. Ірімшікті неғұрлым жақсы көрсеңіз, соғұрлым көбірек қосуға болады. Себебі еріген ірімшік бұл тағамға ерекше дәм береді. Ал енді жұмыртқамыздың бір шетін аударамыз. Аударып болған соң ірімшікті тағы да үстіне себеміз. Қақпағын жауып, баяу отта бірнеше минут пісіреміз. Асықпай баяу отта піссе, омлеттің іші жұмсақ әрі үлпілдек болып шығады. Міне біздің таңғы асымыз дайын. Үсті алтын түсті болып, ірімшігі әдемі еріп тұр. Мына жұмсақтығын қараңыздаршы. Таңертең көп уақыт жұмсамай осындай дәмді әрі тойымды таңғы ас дайындауға болады. Шынымен де өте дәмді шықты. Ең ұнайтыны, бұл рецептке үйде бар өнімдерді қосып өзгерте беруге болады. Егер сізге осындай тез әрі қарапайым таңғы ас рецептері ұнаса, видеоны лайк басып арнама жазылып қойыңыз. Келесі рецептте тағы да оңай әрі дәмді тағам дайындаймыз.